Саламатсыздар. 1216 есеп 734 суретке мыналардың тік бұрышты, доғал сүйір бұрышты екендіктерін атаңдар дейді. Мынау тік бұрышты, үш бұрыш тік бұрышты болады бұл. Себебі мына жер 90 градус тік болып тұр. Мынауымыз сүйір бұрыш болады. Себебі мынау 30 градус па, 20 градус па сондай мына тік бұрыштан төмен қарай, яғни тік бұрыштан кем бұрышты сүйір бұрыш деп атаймыз. Мына доғал бұрыш болып табылады. Себебі бұл тік бұрыштан үлкен бұрышты доғал бұрыш деп атаймыз. Бұны градуспен өлшеп дәлелдесеңіздер де болады. Тік бұрышты деп 90 градус болады. Мына бүйтіп қарайтын болсаңыздар, міне 90 градус болып тұр. Бұл тік бұрыш. Ал мынаны өлшейтін болсақ, бұл 90 градустан кіші бұрыштың бәрі сүйір бұрыш болады. Яғни бұл 40 градус. Бұл мына өлшесек, мына 40 градус болып тұр. Бұл сүйір бұрыш болып тұр. Мынау 90 градустан үлкен бұрыш болу керек. Яғни бұл 130 градус болып тұр. Яғни 90 градустан үлкен болса, ол доғал бұрыш болады. Енді екінші тапсырма бүйтеді. Градустық өлшемдерін өздерінше таңдап алып, сүйір бұрыш, доғал бұрыш, олардың градустық өлшемдерін жазыңдар дейді. Өлшемдермен жазыңдар. Саламыз енді екіншіде. Сүйір бұрыш, доғал бұрыштарды салып көрсетейік. Ол үшін бірінші тік бұрышты, үш бұрышты салып көрсетейік. Тік бұрышты, үш бұрышты қосымша салсақ өзіміз былай етіп аламыз. Мына жер О нүктесі болады, төбесі бұрыштың. Мына жеріміз 0 градус, мына жеріміз 90 градус. Міне қоса салады екенбіз. Мына жеріміз 90 градус. Міне А, О, Б деген бұрышымыз, А, О, Б деген бұрышымыз 90 градусқа тең. Бұл 1216 есеп. Жаңа тақырыптың енді сүйір бұрышты сызайық. Сүйір бұрыш сызу үшін мына жерге төбесін О нүктесі деп аламыз. Мына жерге 0 градусты алайық. Сүйір бұрышы 90 градустан кіші бұрыштарды аламыз. Мен 50 градусты алайын. Белгілеп алдым. Енді осы нүктелерді қосатын болсам, бізге сүйір бұрыш шығады. Міне. Бұл жерге Б, К, Н деп алайын. Мына жеріміз 50 градус болды. Бұрыш Б, К, Н 50 градус деп жазам. Енді доғал бұрыш сызам. Доғал бұрыш 90 градустан үлкен болу керек. Яғни доғал бұрыш сызатын болсам, мына жерге төбесін белгілеп алам. 0 градус мына жерден басталады да, 90 градус одан үлкен болса, 150 градусты алаймын. 150 градус мына жер тұрмын ішінде. Осыларды қосып шығамыз енді. Мынамыз 0 градус мына 10 жақтан басталады. Сөйтеді 150 градусқа келеді. Қатықтап есептей салайық. Қанша градус екен? 150 градус екен. Мына жеріміз 150 градус. Бұл доғал бұрыш. 90 градустан үлкен бұрышты доғал бұрыш деп атаймыз. Мынаны Б, С, Д деп алайын. Бұрыш Б, С, Д тең 150 градус болды. Бірінші есебімізді екіншісін бәрін орындап тастадық. Енді 1217 есепке қарайық. 1217 есепте не дейді? 1217 есепте мынау берілген бұрыштарды пайдаланып, мына жақта екінші берілген бұрыштарымыз бар. Міне, мына берілген бұрыштарды пайдаланып, мынау жоғары жағында мына бұрыштар бір-бірімен тең екендіктерін белгісімен жазуымыз керек екен. Ол үшін бізге калька немесе пленканы пайдаланып дейді. Оларды пайдаланбай-ақ, біз кәдімгі мынау транспорттерді пайдаланып дәлелдесек те болады. Бірінші Б, О, А бұрышын дәлелдейік. Б, А, О бұрышын қанша бұрыш екенін көрейік. Бұл міне көрініп тұр. Бұрыш қанша? 50-55 болып тұр. 55 мына жердегі бұрышымыз 55 градус болып тұр екен. Енді мынаны өлшеп аламыз. Бұны өлшеп аламыз. Бұнымыз қанша екен? 45 градус екен бұнымыз. Мынауымыз 45 градус екен. Карандашпен белгілеп жатырмын. Кейін өлшей саламын. Кітапта тұр ғой бұл себебі. Енді мынаны өлшейтін болсақ, 110 градус екен. Мына 0 градустан бастап, мына жерге келдік, 110 градус екен. Мынауымыз 110 градус екен. Енді осыларды мына жақтан 55, 45, 110 градус шығам екен. Соны көрейік. Көрініп тұр ғой сіздерге, Енді мынаны өлшейік. Бірінші мынаны өлшейік. Бұл қанша градусқа тең екен? Қарайық. Бұнымыз 110 градус екен. Мына 0 градустан бастап, мына 110 градуспен аяқталып тұр. Мынамыз 110 градус екен. 110 градус екен. Ал енді мынаны есеп көрейік градусын қаншаға тең екен. 55 градус екен бұл. 55 градус екен. Ал мынауымыз ше? Бұнымыз 45 градус екен. Міне 45 градус екен. Яғни бізде бұрыштарымыз тең болғандықтарын былай жазып шығамыз.
Бұл нешінші есеп? 1217 есеп. 1217 есепте біріншісінде бұрыш BOA қаншаға тең болды? 55 градусқа. Ал мына жердегі осыған тең болған бұрыш X, Y, Z екен. 55 градусқа тең болды. Оларды бит жазамыз теңестіріп, BOA тең болады. Бұрыш X, Y, Z болады. Міне. Теңестірдік. Екіншісі, ол бірінші бұрышымыз. Екінші бұрышымыз 45 градус. Бұрыш F, ED 45 градус екен. Ал мына жақта ол 45 градусымыз бұрыш PQR. Ол 45 градусқа тең екен. Так, сонда екеуін теңестіретін болсақ, FED мен тең болады PQR. Бір-біріне тең екен. Үшіншіні қараймыз. Үшінші KLM бұрыш қанша? 110 градус екен. Бұған мына жердегі бұрышымыз мынау екен. Бұрыш SRN 110 градус. Міне, өстіп жазып қоямыз. Енді теңестірем. Бұрыш KLM мен тең болады. Бұрыш SRN-ді. Бұл шықты есебіміз, е? Енді әрмен қарай. 1218 есеп не дейді? 1218 есепте 1218 астына қайтып жазып қойсайшы. 1218 есепте не дейді? Бізге үшбұрышты сызғышты пайдалан деді. Мына үшбұрышты сызғыш мынауымыз. Осыны пайдаланып АО тік бұрышын салыңдар дейді. Міне тік бұрышын саламыз. Дәл өстіп үлкенірек етіп пайдаланамын сіздер үшін. Тік бұрышын саламын. Тік бұрыш бұл үшін мына тік етіп саламын. Салдым. Тік бұрышын салдық. АОБ деп белгілеймін. Енді осының осыған дейді бисектрисасын жүргізіңдер дейді. Осы деген бисектрисасын жүргізу үшін бисектриса мына жерде қараңыздар. Мынау 10 бөлікке бөлінген. Бүйтіп қояйын. Мына жерден бастап мына жерге дейін көрініп тұр ғой, 10 сантиметрге бөлінген, яғни 10 сантиметрдің дәл ортасы 5 сантиметр деп 5 сантиметр, мына жағы 5 сантиметр бөліп аламын. Себебі бисектриса кез келген бұрышты теңдей бөледі, сол үшін ортасын 5 сантиметрден бөліп алып сызам. Міне оны осы бисектрисасы деп жазып алдық. Міне енді бізден сұрайды, бұрыш АОС бұрышы нешке тең дейді? Әрине бұл мына жеріміз бізде жалпы 90 градуста, жалпы тік бұрыш болғандықтан тік бұрышты осылай белгілейміз тік етіп. Ал енді мына жердегі бұрышымыз қанша дейді? Және мына жердегі бұрышымыз бұрыш қанша бізден сұрап жатыр. Мына жердегі бұрыш қанша дейді? Мына жердегі бұрыш қанша? Сіздер білесіздер, бисектриса тік бұрышты теңдей екі бөлікке бөледі. Сонда 90 градусты бөлеміз екіге, қанша болады? 45 градус болады. Сонда АОС 45 градус болады. Мына жеріміз АОС 45 градус және СОБ-да 45 градус болады екен. Бұрыш СОБ-да 45 градус. Бисектриса кез келген бұрышты теңдей екі бөлікке бөледі. Сол ережені пайдаланып шығара салдық. Ал енді осының екінші есебін шығарайық. Екінші есебі 1218-дің екінші есебін шығарайық. Бүйтеді екінші есебінде. ЕОК жазыңқы бұрышын сал дейді. ЕОК деген жазыңқы бұрыш салайық. Жазыңқы бұрыш қанша градусқа тең болады? 180 градусқа тең болады. Жазыңқы бұрышын салайық. ЕОК. Дәл ортасынан белгілейміз мына жерді, міне. Дәл ортасы мына жер екен. ЕОК деген жазыңқы бұрыш. Жазыңқы бұрыш 180 градусқа тең. Міне, сызып алдық. Осыны, оның ОФ бисектрисасын жүргізіңдер дейді. Жазыңқы бұрыш 180 болса, оның бисектрисасын жүргізу үшін осы жазыңқы бұрышты екі бөлікке бөлінеді. Тең екі бөлікке бөлеміз. Сонда 180 градусты екі бөлікке бөлетін болса, 90 градустан тиеді. 90 градус түсіру үшін мынаны дәл өшіріп тұрған жерден тік етіп түсіре саламыз. Міне, тік етіп түсіреміз. Бұнымыз қанша градус болады? Бұнымыз тік болғандықтан мына жеріміз 90 градус болады. Тік болғандықтан. Және мына жерде 90 градус болады. Мына жерде ОФ бисектрисасы бар. Ал жүргіздік мына сонымен ЕОФ бұрышы, бұрыш ЕОФ қанша бұрышқа тең екен? 90 градусқа тең екен. Мына 90 градус. Мына да 90 градус. Бұрыш ФОК да 90 градусқа тең екен. Ол шықты. Енді 1219 есепке қарайық. 1219 есепте не сұрайды бізден? Бізден сұрайды, мына суретке қарап, мына сурет берілген,
Қараңыздар, мына көрініп тұр ғой, мына суретке қарап, АО жазыңқы бұрыш берілген, яғни жазыңқы бұрышымыз қанша? 180 градус. Общем, 180 градус. АОсы дейді 50 градус дейді, мына 50 градус екен. СО бұрышы неше градус дейді, соны тапыңыздар дейді. Ал енді орындайық. Так, бұрыш берілген АОБ жазыңқы бұрыш болғандықтан 180 градус болады. Беріліпті бұрыш АОС 50 градус. Табу керек бұрыш СОБ-ны. Так, СОБ-ны табу үшін мен жаңа мына жерге сыза салайын, дайын етіп көрсете салайын сіздерге. Так, мынау 50 градус болатын болса, так, 50 градус болса, мына жерден келіп түседі екен. Мына жеріміз төбесі, мына жеріміз 50 градус екен. А, О, Б, С. Енді мына жердегі бұрышты бізге тап деп жатыр. Енді белгілі ғой, бұл бұрышты табу үшін шешуі, жалпы жазыңқы бұрыш АОБ 180 градус, оның бұрыштарын қосып шығамыз. Бұрыш АОС қосу бұрыш СОБ. АОБ 180 градус екен белгілі бізге. АОС-да 50 градус, табу керек бұрыш СОБ-ны. Яғни 180 градустан 50 градусты азайып тастаймыз, бұрыш СОБ шығады. Сонда 30 градус тең болады бұрыш СОБ-ға. Болды, шықты. Яғни мына жеріміз 30 градус екен. 130 градус дегенім. 130 градус екен. Жауабы бұрыш СОБ 130 градус. Енді 1219 суретте дейді, осының екіншісінде АОС бұрышы мен АОБ бұрышын салыстырыңыз дейді. Екіншісінде салыстырамыз бұрыш АОС және бұрыш САОБ-ны салыстыр дейді. Так, бұрыш АОС 50 градус, мұнауымыз АОБ-мыз 180 градус. Мына жағы үлкен болады екен, болды міне. АОБ. Екінші есебімізде шықты. Салыстыру деген сөз 180 градус 50 градустан үлкен, үлкен деген сөз. Салыстыру, бұрышын салыстырыңдар дейді. Болды. Есебім шықты. Енді 1220 есепке қарайық. 1220 есепте не дейді? 1220 есепте қарайтын болсақ, кітапқа қарайық. 1220 есепте не? Мынау 1220 сағаттың минуттық тілі. Минуттық тілі ұзын тілі мынау. Сағаттық тілі кішкентай. Қандай тілі қандай бұрыш жасайды? Бірінші, сағат 3-те қандай бұрыш жасайды? Әрине мына минуттық тіл мен 3-тің арасы қандай бұрыш? Тік бұрыш жасайды, Ал енді сағат 4-те ше, мына жер келеді қандай бұрыш? Доғал бұрыш. 6-да жазыңқы бұрыш, міне. Мынау доғал бұрыш. 4-те мынау жазыңқы бұрыш. Соларды жазып шығайық. Так, біріншісінде сағат 3-те тік бұрыш. Қандай бұрыштарды сұрап жатыр бізден? Тік бұрыш. Ол 90 градусқа тең. Сағат 4-те доғал бұрыш. Ол қанша бұрыш екен? Қазір көреміз. 30, 60, 90, 90-ға 30 қоссақ 120. 1, 2, 3, 4. Так, 120 градус екен. Сағат 6-да ол жазыңқы бұрыш болады. Жазыңқы бұрыш ол 180 градусқа тең. Болды. Ал енді 1221 есеп. 1221 есеп. Кальканы немесе түссіз пленканы пайдаланып, көзбен бұрыштарды салыстырыңдар, нәтижесін теңсіздік белгілерімен жазыңдар дейді. Бұны өлшейміз енді. Так, көрініп тұрған шығар сіздерге. 1221 есеп мынау. Өлшейміз. Мынамен өлшейміз. А бұрышын өлшейміз бірінші. Өлшеу үшін мынаны бүйтіп қойып аламыз тіке. Қанша градус? 40 градус екен. Мынауымыз 40 градус екен. Карандашпен жазып қойсын екен, өлшей саламыз. Ал енді мынаны өлшейміз. Бұнымыз бізде жартысы болып тұр, 30 градусқа 30 градус екен мынауымыз.
мынауымыз 30 градус. Так, мынаны өлшейміз. Мына 0 градуспен теңестіреміз. Так, бұл 40 градус екен. Мынауымыз 40 градус екен. Бізден сұрайды. Бұрыштарды салыстырыңдар дейді. Нәтижесін теңістік белгілерімен жазыңдар дейді. Бұл жерде бұрыш А бұрыш, Е бұрыш, Д бұрышы болып тұр. Соларды салыстыра саламыз. Тағы салыстыру үшін міне дәптерге жазамын енді. Бірінші бұрыш А бұрышы 40 градус болды. Бұрыш Е бұрышы 30 градус болды. Бұрыш Д 40 градус болды. Так, бұрыш А мен бұрыш Д тең, себебі 40 градус тең 40 градус болады. Енді бұрыш А-ны мен бұрыш Е-ні салыстыратын болсам, А бұрыш үлкен болады. Бұрыш Е мен бұрыш Д-ны салыстыратын болсам, Д бұрыш үлкен болады. Мынау А бұрышы қанша? 40 градус үлкен, Е бұрышы 30 градустан деген сөз. Е бұрышы 30 градус, Д бұрышы 40 градус үлкен деген сөз. Болды, бұл есебімізден шықты, міне. Салыстырдық. Так. Ал қалғанын келесі сабаққа дейін сау саламат болыңыздар.